Қайырлы кеш достар, сіздермен қазақ ойындары каналы. Бүгін біздің екінші видеомыз осы Майнкрафт туралы өз ой пікіріміз. Егер сіздер алдыңғы бірінші видеомызды көрген болсаңыздар, біз ол кезде осындай бір шағын үй соққанбыз. Осындай шағын біз оны өзіміз айттық қой, видеодан тыс жалғастырып құраймыз. Осы видеодан тыс жалғастырып құратты келді, төбесін әйнек көпсіріп әйтеуір түнде жұлдызды аспан астында осындай батырманы жасадық. Ол батырманы жасау оңай, сіздерге көрсетемін. Осындай сандық жасадық. Ол сандықты жасау үшін осы ағашты алып осылай доңғалақ қоямыз, сонда сандық болып шығады. Ал батырманы жасау үшін осылай екі ағашты қоямыз, сол кезде батырма болып тұрады. Енді бүгін біз шахтаға бармақпыз. Шахтадан арнайы темір, әртүрлі заттар аламыз. Бізге керек қазбалы заттар. Өйткені олсыз болмайды. Жоқ, біз ағаштан емес, енді осы жол бізде тас болғандықтан тастан жасайық. Міне біз тағы да жетістік орындадық. Айтпақшы, біз нанны, осы тамақты біз жолдан қыдырып жүріп, ана жақтан шошқаларды таптық. Сол шошқалардан түскен тамақ. Ренжімейсіздер. Қойды жеуге болмайды. Жын жемейміз біз. Енді халал деп ойлаймыз. Кеттік пе? Кеттік. Ол үшін бізге ана тамақты сосын пісіре жатамыз. Біз қазір бізге көмір керек, қазақша айтқанда. Ол көмірді істеу үшін осы ағаштан жасалған ағаштың астына қойып, оның үстіне көріп тұрсыздар ғой. Сол кезде мені көмір шығады. Ағаштың көмірі дей ма, білмеймін, древесный уголь дейді. Осы таяқты қоямыз, оның үстіне көмірді қоямыз, сол кезде бізде майшам дей ма, не дейді? Факел дейді. Факел. Оның қазақшасын білмейміз, комментарийде жазыңыздар. Қазақшасы қалай? Біз мынаны пісіріп кетейік, ал енді біз шахтаға кеттік, дайынбыз толықтай. Кеттік. Айтпақшы, біз мына жерден құм таптық, осы жерден әйнекті алдық, әйнек жасадық. Сондықтан шахтаға түсіп, сәл бүйтіп жағып отырайық. Міне біз бірінші темірімізді де таптық. Темір осындай болып тұрады, көрініп, қоңыр түстес болады. Міне мынау көмір. Көріп тұрмын тарихан? Көмір. Мен жақта құбжықтарға кетіп қаламын. Солай ойлап отырмын. Не болады деп. Қорқақ, жеңеміз бәрін. Біз айтпақшы қысқа түсіретін болдық. Бір видеомыздың ұзындығы 12-13 минуттай болатын шығар, өйткені YouTube құрғырдың арқасында сол кезде кедергі болып тұр. Сондықтан қысқа болады. Бірақ біз көп жиі шығаратын боламыз. Арнайы сіздер үшін. Әрине, көреді деген ойдамыз біз. Şimdi қатырақ сөйле. Даусымыз алдыңғы видеода сәл не болыпты, ақырындау болыпты, сондықтан біз қатты сөйлейміз. Ау дейді. Әзірше құбжықтар кездестіріп жатқан жоқпыз. Кездестірмей-ақ қойып. Тез алып қашайық. Темір өте көп кездесіп жатыр бізге. Жолымыз болды деген ойдамыз. Бұл жерде темір, алтын және де алмас
болады шахталарда. Вот. Көмірлер. Көмірлер, от жағады, от. Көмір сатайық ауылы. Негізі өзіміз Қарағанды қаласынан енді көріпсіздер. Жолымыз болып отыр. Қарағандыда тұрғаннан кейін. Көмірдің отаны Қарағанды. Дұрыс айтасың. Сенмен толықтай келісемін. Бітті, шахтымыз осы жерден аяқталды. Ары қарай тағы жалғастырайық. Қазір бізге факелді қажет. Сондықтан тезірек факел жасап, ары қарай шахтадағы тірі қалу өмірін жалғастырайық. Қандай да бір сұрақтарың болса қойыңыздар, комментарийден ұялмаңыздар, біз де сіздер сияқтымыз. Аспаннан түскен жоқпыз, сондықтан қоя беріңіздер. Алда идеялар өте көп, сондықтан бізді қолдасаңыздар, біз сіздерді өкіндірмейміз деген үміттеміз. Бізден көңілдеріңіз қалмайды, қорықпаңыздар. Әртүрлі ойындар өте көп екен. Бұл ойында енді мен ойнамасам да келесі ойындарды өзім ойнаймын. Өйткені маған да әрине. әркімнің әртүрлі несі бар дейді. Талғамы басқа дейді. Тура сол секілді менің өзімнің басқа бір қызықты ойыным бар. Соны түсіре жатармыз. Сіздер қолдасаңыздар әрине. Қолдаңыздар, қазақпыз ғой, қазақты көтеріңіздер. Қолдаңыздар қазақтарды. Дамиық осылай. Қазіргі кезде енді Қазақстанда көбісіміз енді орыстарға жақын болғандықтан орысша видеоларды көреміз. Білесің бе, шынымен де қарап отырсаңыздар, ютубтан болсын, енді желілерден болсын, көбінесе ойындарды орысша түсіреді. Көбісі қазақ болсын, басқа нелер болсын, көбісі жаңағы орысша түсіреді, ал қазақша түсірмейді, аз түсіреді. Сондықтан бізге ой келді осы қазақша түсіруді. Біз осы Майнкрафттан ғана тоқталмаймыз, шектелмейміз, қорықпаңыздар, сіздер бізге көмектесіңіздер, өздеріңіз айтыңыздар, қандай ойын түсіруімізге болады, қандай ойын түсір десеңіздер қызықты, сол ойынды біз түсіруге дайынбыз, кез келген. Қазақша тілде әрине. Неміз сынып қалды ма? Сынып қалды. Қасып кеттік. Көтере алмай қалды. Біздің киркамыз. Не ма? Кирканың қазақшасы қалай болады? Комментарий жазыңдар. Әлі үйреніп білмей жүрмін кирканы. Күрек па? Күрегіміз ба? Күрегіміз. Қалай еді? Қой болмайды. Біздің оқырмандарымызға қалдырайық. Көрермендерімізге. Міне 35 темір таптық, бұл өте жақсы. Енді мына ағашты доски, дубовый доски. Бұны да қазақшасын ағаш деп. Міне біз бұл жерде өсіруімізге болады. Бидай ма? Егін егуімізге болады, иә. Егін егу үшін бізге мотыга дейді ғой. жер жыртқыш. Иә, жер жыртқыш жасаймыз. Оны жасаған қалай жасау керектігін көрдіңіздер. Міне түн бойы бәрі қызықтырақ болады. Міне осы су болмаса да мейлі, бірақ судың маңайына еккен дұрыс өйткені өздеріңіз білетіндей, енді судың маңайынан сәл болса да тез өседі. Міне оң жақ батырманың тышқанның оң жақ батырмасын басамыз. Осылай егіледі, шырқап жерді. Сосын бұл
не дейміз дән дейміз бе, осы дәнді алу үшін міне далада өсіп тұрған шөпті бұзғанда горизонт түсіреді. осылай қырқып сосын бұның оң жақ батырманы тасып егеміз. Одан біз бидай алып бидайдан нан жасаймыз. Кәдімгі өмір. Иә, өмір жеткілікті. Түнде ұйықтаймыз, түнде жүрейік, қойып ана жыртқыштарды кезіктіріп, самал қызықтырақ болсын. Әне біздің алғашқы құбыжығымыз. Төбелесеміз. Ай деп отыр. Өлең айтып отыр екен. Ай деп. Белгісіз негізбен. Әне біздің шошқамыз да талдың үстіне шығып апты. Маймыл шошқа ойнайым. Ондайда да кездестірмеймін. Иә, Бұл ойында енді бүкілін көруге болатын. Айпа. Мына қойымыз шыға алмай жатыр. Көмектесек десем. Ұзақ болып өткен жоқ па видеомыз? Осы видеомыздың аяғына келіп қаппыз. Осы жерден қазір шамалы міне мынау өрмекші, мынау крипер деген хайуан. Бұның жанына тақасаңдар бұл атылады. Қараңыздар видеоны. Бұл атылғанда да бұл плотно атылып, бұл бақавит, короче. Міне көрдіңіздер, жерді жойқын қылады. Бейшара пауықты да өтіп тастады. Өз-өзіне қол жұмсайды жаңағы крипер деген хайуан. Мына жерде шақты ұтсады, жердің бәрін қиратады. Сондықтан оны алыстан ұру керек. Енді осымен видеомызды аяқтайық. Иә. Келесі видеоларды күтіңіздер. Ал енді осымен тәмам. Ал көріскенше қосылыңыздар, лайк басыңыздар, каналымызға тіркеліңіздер. Өкінбейсіздер, әлі талай алда видеолар болады. Қош, сау болыңыздар.